Бүгінгі сабақтың тақырыбы дауыссыз н және ң дыбыстары. Бүгінгі сабақта дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажыратуды, дауыссыз н мен ң дыбыстарының жазылу емлесін үйренесіңдер. Балалар, мен сіздерге қазір жұмбақ жасырамын. Нанда бар, майда жоқ, ында бар, айда жоқ. Бұл қай әріп? Шаңда бар, гүлде жоқ, аңда бар, сайда жоқ. Бұл қай әріп? Ойланайық. Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл н және ң әріптері. Балалар, н. Бұл тіл алды дыбыс. ң. Бұл тіл арты дыбыс. Дауыссыз н мен ң дыбыстары кездесетін қандай сөздерді білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Мәриям Хәкімжанованың «Кім немен ойнайды?» өлеңін түсініп оқып шығайық. Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Емші болатын бала сынаппен ойнайды. Батыр болатын бала қынаппен ойнайды. Жарықты жағатын бала шырақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозы лақпен ойнайды. Диқан болатын бала топырақпен ойнайды. Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды. Балалар, өлең не туралы? Қандай мамандық иелері туралы айтылған? Тағы қандай мамандық иелерін білесіңдер? Жарайсыңдар. Бізде мамандық иелері өте көп екен. Балалар, қай мамандық болсын, әрқайсының өз қиындығы бар. Және қызығы болатынын білеміз. Теңізші, шопан, диқан сөздерінде н және ң дыбыстары бар екен. Теңізші. ң дыбысы екі дауысты дыбыстың ортасында келген жағдайда сөздерді буынға бөлген кезде ң дыбысы келесі буынның басында келетіндігін ұмытпаймыз. Н мен ң дыбыстары қандай дыбыстар екен? Дұрыс айтасыңдар. Н мен ң екеуі де екі түрлі дыбыстар. Екеуі де үнді дауыссыз дыбыстар. Н тіл ұшы дыбысы, ң тіл арты дыбысы. Н мен ң дыбыстары өзгергенде сөз мағынасы да өзгереді. Жеріміз кең, кені де мол. Қарамен жазылған екі сөзден қандай айырмашылық көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Кең, ол көлемі кең, байтақ, үлкен деген мағынаны білдіреді. Ал кен жер асты байлығы. Алтын, көмір, мұнай секілді тағы да басқа кен атаулары екен. Балалар, ендеше бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыпты жазып, 65-ші беттегі 64-ші жаттығуды орындаймыз. Көп нүктенің орнына н, ң әріптерінің тиістісін қойып, көшіріп жазыңдар. Ел жайлауға, малдары, төгілсе, қуанба, алуан гүлдер, жер құлпырған. Ендеше келесі бетте тексереміз. Ел жайлауға қонды, малдары қоңды. Төгілсе мұнай, қуанба мұңай.
Алуан гүлдер өнді, жер құлпырған өңді. Н және ың дыбыстарын астарын сызамыз. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі үй жұмысы, яғни оқу тапсырмасы. Оқу тапсырмасына 65-ші беттегі 65-ші жаттығуды орындаймыз. Дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап шығар. Дөңгелек сөзінен бірнеше ойлап табайық. Қане, кім шапшаң? Мысалы, елек. Оқу тапсырмасына осы тапсырманы аламыз. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта дауыссыз н мен ың дыбыстарының жазылуы емлесін, сөйлемдегі үнді дауыссыз н мен ың дыбыстарының айтылу ерекшеліктерімен сөз мағынасын ажыратуды үйрендіңдер. Жарайды оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.